Ал Ботақан келін, тойларыңыз құтты болсын. Бүкіл Қазақстанды шулатып, дүркіретіп тұрып, той жасап, елдің барлығын шулатқан бір тойлардан болды ғой. Бәріміз көзімізді алмай, тікелей эфирді қарап отырдық, стористарды жібермей үзбей қарап отырдық. Бүкіл Инстаграмда шықпасаң тек кез келген жаңағы Инстаграмдағы әлеуметтік порталдарда, жаңалықтарда тек сендер жүрдіңдер, бәрін тамсанып қарап отырдық. Енді қазіргі таңда өте сондай бір белсенді, өте актуалды дейді ғой. Отбасылардың, үлгі тұтар отбасылардың бірі болып, сіздерді өздеріңізді халық ұсынып отырғаннан кейін сіздерге келіп отырмыз. Осылай сұрақ қояйық, сұрақтарыңызға жауап алайық, және соны бір халыққа үлгі етіп, көкейлерінде жүрген бір ойларына жауап тапсын деген ниетте келіп отырған жайымыз бар. Енді Сымбат, саған сұрақ, қазіргі таңда жүрек қалай, сезім қалай? Алғашқы рет енді тұрмысқа шыққаннан кейін оңай емес алғашқы күндер. Менде өзімнің 7 жылдық тәжірибем бар. Сенің қазіргі жағдайың қалай? Сол қызық болып жатыр бізге. Ал сәлем барша көріп отырған оқырмандар. Сіздің сұрағыңызға жауап бере кетейін. Менде барлығы жақсы, шүкір. Менің ата-енем өте керемет жандар, барлығын түсінетін, өзімнің абысыным, апам бар, қайнағам бар. Барлығы шүкір өте жақсы, жан-жақтан қолдап, мені әлпештеп, мынаны былай істеп жібересің деп қателескен жерімде жөндеп жіберіп, көмектесіп жүреді әрқашанда. Менің қателігімді жасырып, жақсылығымды арттырып жүреді. Сол үшін сіздерге көп-көп рахметімді айтамын. Барлығы кәдімгідей ең керемет отбасыға келдім деп айта аламын мен. Енді сен мектеп табалдырығында жүрдің, мектеп оқушысы болып жүрдің. Өзің Мұстафамен кездесіп жүріп, сырттай ғана таныс болдың, осы отбасымен. Жалпы бұны образ деп ойлаған жоқсың ба? Ішінде бір қандай да бір қорқыныштар болған жоқ па? Жалпы Мұстафамен біз 1 жыл бойы таныспыз, 1 жыл жүрдік. Оған дейін енді ол да мынау мен папам деп таныстырған болатын. Мен жалпы өзімнің мамам мен папамды, жеңешемді барлығы енді Инстаграмда қазір сторис жүргізеді. Сонымен стористерін қарап барлығын енді танысып алған болатын. Ақтаудың белгілі күшті блогерлері, өзіміздің отбасымызға сай, өзіміздің отбасымызға ұқсас, сондай беделді адамдар болғаннан кейін мен де осы отбасыны қатты қаладым. Осы отбасыға келін болуды, Мұстафамен енді отбасы құруды қатты қалаған болатынмын осы 1 жыл бойы. Сонымен осылай болып шықты. Сырттай таныс болдың, иә? Сырттай таныс болдым. Яғни жаңағы образ дегеніміз бізде енді Инстаграмда керемет бір жаңағы үлгілі ене, үлгілі келін ретінде танып жүр ғой. Соны сырттай бір тек қана бұл кісілердің отбасыларында тек бір образ сияқты болып көрінген жоқ көзіңе, иә? Жоқ, ондай емес. Мен ең бірінші очередь ол Мұстафаны жақсы көрдім. Мұстафаны жақсы көргеннен кейін енді отбасына да былай қарайды ғой қыздар. Сол кезде енді жеңешем мен енемнің ара қатынасы, олардың барлығы енді жақсы болғаннан кейін маған үлгі болатынын біліп, енді осындай болатынын, барлығы жақсы болатынын өстіп Аллаға тапсырып, өстіп тұрмысқа шыққан болатынмын.